Güzel. Tekrar. Savunmasınlar mı boluşak жауынгерлер? Sağ olun. Взвод командирі, взводты түгелдеп, баяндар. Sizin boyunca 28 сарбаз, қатарда тұрған 25 сарбаз. Екеуі себепті, біреуі ауыр саңғы. Баяндап тұрған взвод командир қосылшы. Запотур. Взвод түзел. Тектор. Сол жақтан бір біртіндеп кабинетке кіреміз. Алдын бас. Алдына жақында Алтыншы сабақта АК-74 Калашников автоматын өткен болатынбыз. АК-74 Калашников 5-45 мм Калашников автоматын бүгін жартылай бөлшектеу және жинақтау сабағын өтеміз. АК-74 автоматының құрылысы бірінші оқ-жақтар, екінші жабдықтар пеналы, оңғы қорабының қақпағы, газ бөлшегі бекітпе жақтауы, ішінде бекітпесі, сүмбі, оңғы басындағы тежеуіш компенсатор, газ түтігі. Бұл жартылай және толық бөлшектенеді. Толық бөлшектену несі бұл қар, суда, лайда лас болған кезде, дұрыс атпай қалған кезде толық бөлшектенеді. Екінші, жартылай бөлшектеу шаңды тазартып, атылған кезде шаңды тазартып, ішін тазалап, ақаусыздықты жою үшін жартылай бөлшектеп жинақталынады. Бұның жинақтау тәртібі шашуы 13 секунд өте жақсы, 15 секунд жақсы, 20 секунд қанағаттанарлық. Жинау тәртібі 28 секунд өте жақсы, 25 секунд орташа, 30 секунд қанағаттанарлық. Ең бірінші шашатын кезде, жартылай бөлшектеу кезінде ең бірінші оқ-жақтар алынады, ретпен қойылады. Екінші сақтандырғышты ашамыз. Оқтап, қиқаштап оқ бар ма жоқ па тексереміз. Сосын жабдықтар пеналын аламыз. Жабдықтар пеналы, сүмбі, қиқаштарды қойып, оңғы аузындағы тежеуіш компенсатор, осылайда қойып, қайтарма механизмінің түр жағын бас көтерсең, оңғы қорабының қақпағы алынады. Алға қарай жылжытып, қайтарма механизм газ бөлшегінде бекітпе жақтауын алып, осылай көтеріп, бекітпесі шығады. Сосын көтеріп, газ түтігін аламыз. Мынау жартылай бөлшектенді. АК-74 Калашников автоматы жартылай бөлшектенді. Бұның жинау тәртібі ең соңында қайсысын алдың, содан бастап газ түтігін саламыз. Бекітпе жақтауына апарып, орнына кіргізіп, нәжемді өзінің орнына бұл жерге қойып, кіргізіп, қайтармалы механизмді бекітпе жақтауына салып, орнына кіргізіледі. Оңғы қорабының қақпағын оңғыға апарып, қатырақ алға итеріп бассаң, орнына түседі. Қиқастан
45 gradusga qo'yib tejo'sh kompensatorda burab o'rnuna keladi. So'sin sumbini solamiz. Jabduklar penalini o'rnuna dumini ichiga solamiz. So'sin bo'g'atarni salmasdan turib 45 gradusda astab shupkani bosib atib qo'yamiz. Tekshirib saqlantirishga javobimiz. So'sin bo'g'atarni solib jarqlay bölçeklerini jinoqladi. Endigi bezekte vзвод komandiri tushundingmi? Endi shashib qo'ysin. Endi jinoqda. Mana kirgizsin. Mana o'zlaymiz. O'ntirib olamiz. Allah iti. Tejo'sh kompensator.
жазып қойған текті жақтауына текті осылайынан саласың. Кигізіп. Yüzüş kompensatör sağlarız. Жартылай бөлшектеу және жинақтауды осындай партаның үстіне болмаса жерге төсеніш төсеп таза жерге орындау керек. Командирдің рұқсатынсыз автоматты шашып жинауға болмайды. Түсінікті ғой? Шық. Тұрасың.
Bas. Burası. Tamam.
Aslanlar kıstaş. Nasıl? Tüy, pas geliriz. Cevap tak bir olmaz. Sunmamız. Neydi? Masanın Bekleyeceğiz. Gaz tutuyor. Beni alsak. Ayşe üstünde yatan şeyleri var mı? Üstünde var mı? Keçeli. Saklandır işte. Saklandır işte.
Gel. Söyle. Bugün sende aka hepsi klasik avtomatlı жартылай бөлшектеу және жинақтаумен танысыңдар. Дәптерлерге құрылыс жазасыңдар, ішіндегі автоматтың құрылысын бәрін жазып, үйге жаттайсыңдар. Мына жерде сақтандырғыш ашқан кезде ОВ, АВ, ОД деген бар. АВ-ға қойсаң автоматически атады. 1 минутта
механический атканда 100 ок атады. Одыга койсаң, оды 1 минутта жегелей атканда 1 минутта 40 ок атады. Жегелей атканда. Сен коя, үйде тапсырма, автоматтык калашник автоматын жартылай бөлшектөө және жинактоо тақырыбын үйгө береміз. Өптелеріңе жазып, жаттап атын. Келесі сабақта уақытқа шашып, баға қойылады. Сау. Түсінікті ғой, иә? Иә. Тағы түсінбеген жерлері бар ма? Жоқ. Жартылай бөлшектөө, жинақтау. Сабағынан түсініп сұрақтарың жоқ па?